Бұл қиямат күні Алла Тағаланың алдында жауапкершілігіміз бар. Әрбіріне жауап береміз, әрбір сөзге жауап береміз, әрбір қылған ішке жауап береміз. Жауапсыз ешкім құтыла алмайды. Бардығы жауап береді. Құлдағы, падишадағы жауап береді. Байдағы, кембағал, еркектегі, аялдағы, жаштағы, қарыдағы бардығы жауап береді Алла Тағаланың алдында. Ошол жауап ол оңой күн емес. Бүгін бұл дүниеде біз кішкене тияқтан видеокамераға түшпей, тияқпен жашырынып пашырып бір нәрсе қылышы мүмкін. Алланың алдында бәрібір сырларды ашыла тұрған, сырлар сынала тұрған күнде көресің. Жүректі сығып тұрып алады, жүрегіңде не бар еле, ниетің қандай еле, ишенимің қандай еле, сенің жүрегіңде қалауың қандай еле деп жүрекке шейін Алла Тағала ошондой сынайды. Жүректің амалын қарайды. Көздің, қолдың, путтың, тілдің амалы емес, жүректің амалын Алла Тағала қарайды. Жүректі менің жүрегімді сіз көрбей еле тұрасыз. Сіздердің жүрегіңізді мен көрбей еле тұрам. Мен қайсы ниетте сөйлеп атам, сіздер қайсы ниетте оқып атасыңар. Азыр эмнени ойлап атасыңар мен билбейм. Мен эмнени ойлап атам, сіздер билбейсіңер. Бирок жараткан Алла билет буну.